Сәлем менің көрермендерім, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаз басталса, хит баклажан басталады. Баклажанның салатын кабачкиден бірге жасаймыз, панировочный сухариден жасайтын боламыз. Яғни бізге кабачки, баклажан керек болады. Осындай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Енді баклажанды, бұның салатын жемейтін адам жоқ шығар. Барлығын жақсы көреміз. Кабачки де өте керемет. Қонақты да қарамыз, отбасымызды қуантамыз. Және осылай міне кесіп алдым барлығында. Және тұз саламыз. Бір қасық тұз салдым. Су шыққанша енді тұру керек. Су шыққанша біздер яғни чеснокты аламыз. Чеснокты терктен өткіземіз. Қараңыздар, сақтап. Яғни сізде чеснок сығатын болса өте керемет. Міне майонез қосамыз. Және де укроп. Сіздер өздеріңіз білесіздер, қандай петрушка қосасыз, укроп қосасыз, ол өзіңіздің вкусыңызға байланысты. Мен өзімнің бақшамдағы укроптарымды сақтап турап майонезге араластырдым. Керемет. Жақсылап араластырып аламыз бір келкі болғанша. Содан кейін қараңыздар. Баклажанның суы шықты. Мен баклажан суын тұрып тастадым. Енді мен панировочный сухариді аламыз. Бір жұмыртқаны езіп аламыз. Және баклажанымызды жұмыртқаға бұлғап, екі жағын бірдей панировочный сухариге аунатып аламыз. Жақсылап аунатып, қызып тұрған майға салып, барлығын қуырып аламыз. Қуырып алдық. Осындай салфетке майын сорғызып алдым. Қараңыздар. Міне дайын болды. Керемет. Жасап көріңіздер. Өте керемет. Осылай үстіне майонезді, чесногын барлығын жағып, әдемілеп. Иісі мұрын жарып жатыр, оқырмандарым, қараңыздар. Енді үстеріне бірдей колечко помидорларымыздың барлығын қойып шығамыз. Оның үстіне тағы да майонез жағуға болады, бірақ мен жай ғана укропты қойдым. Маған осылай ұнайды. Сіздер де өз ұнағандарыңызды қоюларыңызға болады. Мен укропты үстіне әдемілеп қойып шықтым. Қараңыздар, қандай керемет. Сіздер де жасап көріңіздер. Менімен бірге болыңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қараңыздар. Керемет. Хрустящий. Дәмі деген енді тіл үйреді ғой. Рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға.